жүзімдерді мына сияқты қабырға сияқты пішінде өсірген кезде бір діңгектің бойымен тігінен жаз күнінде жас бұтақтарын мына сияқты байлап шығуға қажет болады. Мына бір жылдық өсіп жатқан сабақтарын міне байлаймыз. Бұл енді мына жапырақтарының әр жаққа қарап тұрғаны, ол мына жерде бәрі құлап жатқан болатын. Бұрын мына жерге дейін байланған, алдыңғы байланған міне жер. Одан кейін мыналардың бәрі құлап жатты. Кейін өскендерін байлауға уақыт болмай, енді ғана осылай байланып жатыр. Бұл жерде байлауға ең бірінші өте маңыздылары қайсылар? Одан кейін бұл жерде қырқатын, кесетін нәрселер бар, жолатын. Солар туралы да айтамыз. Қазір алдымен байлау туралы айтайын. Мына жерде түп жақтан бастаймыз. Ол үшін мынау міне жеңдер бізде жанына қарай тарап тұрған. Мынау көп жылдық жеңдер. Одан міне бір жылдықтар міне тарайды. Тігінен кеткен мына ең алғашқы бірінші мынау сияқты бірінші бір жылдық бұтақтарды, осыларды ең бірінші кезекте байлауымыз қажет. Егер де қалғандарын байлауға уақыт болмай жатса, міндетті түрде осыларды бірінші болып байлап қоямыз. Ең маңыздылары осылар. Өткені келесі жылы жеміс беруге қалдырылатын осы бұтақтар. Мына жағындағылары биыл жеміс беріп тұр. Мына жеміс беріп тұрғандар бар. Олардың көбі бізде күзде олардың бәрін кесіп тастаймыз. Ал енді мынау бірінші тұрған бірінші немесе екінші, біріншілері әлсіз болса, екіншісін қалдыруымыз мүмкін. Сондықтан да мына көп жылдықтан тараған, сондықтан да мына көп жылдыққа жақын жерден тараған мына бір жылдық бұтақтарды, осыларды бірінші кезекте байлап шығуымыз керек. Байлаймыз, мынау сияқты байлаймыз. Мынау міне жатып қалған, сондықтан да әлсіз дамып жатыр. Қазір енді бұны көтеріп қойдық. Енді ол көтерілгеннен кейін бұның өсуі жақсарады, одан кейін бұл да жуандайды. Ал енді мына екіншісі, бұл жақсы дамыды. Міне, оны да көтеріп қоямыз. Мен мына соңғы сымға дейін, ең соңғы сымнан алдыңғы сымға дейін байлаймын. Одан жоғарғы жағын байламаймын. Өзі былай өздері ілініп біліп осылай ұстап қалады. Өздерінде ана мұрттары бар, шырмауықтары бар, солармен ұстап қалады. Мен мына сымға дейін байлаймын. Бір сым, екі, үш сым. Сонда әрбір 2 апта сайын біз байлап тұруымыз қажет. Мына жерден өсіп бастағаннан кейін мына ең төменгі сымда жатыр бәрі. Мынадан асқан кезде бір рет байлаймыз. Одан кейін мынаған жеткен кезде бір рет байлаймыз. Одан тағы да өсе бере мына сымда бір байлаймыз. Болды. Одан ары қарай байлаудың қажеті жоқ. Енді байлау туралы айттым. Енді кесетін, жұлатын бұтақтары қайсылар? Мына қараңыздар. Мынау тұрған міне келесі жылға жеміс беретін бұтақ. Оның бойынан тараған мынандай бізде тағы да қосалқы мынандай бұтақтар болады. Көрініп тұр ма міне? Мынау тұрғанда біз алып тастаймыз міне. Пасынки дейді орыстар. Мынау тұрған міне. Мынау қосалқы бұтақты алып тастадық. Оның бойымен тағы да жоғары көтерілеміз. Басқа ондай жоқ. Мына жердегілер жұлынған. Одан кейін мына жерде тағы да жуандап кеткен тағы біреу бар. Міне. Мынаны алып тастаймыз. Алып тастаймыз. Одан кейін мынаны алып тастаймыз. Мына тұрған. Енді бізге керегі осы мына сымға дейін, адам бойына дейінгі жағы бізге керегі. Одан ар жағын мыналарды біз алмасақ та болады. Өйткені мына жақтағыларды біз алған кезде мына бүршіктер келесі жылға гүлдік бүршіктер жақсы піседі, жақсы жетіледі. Ал енді мына жағы, мына жапырақтар бізге фотосинтезге көмектесу үшін артығымен тұра берсе болады. Бұл жағына мән берудің қажеті жоқ. Мына сымнан асқанға дейін мен алып қоямын, мына жерге дейін. Қалған жағына мен мән бермеймін. Қалай болса солай. Ол жағы енді кедергі жасап жатса, оны кесіп тастасақ та болады. Ал енді мына сияқты міне қосалқы бұтақтары, оның бәрін алып тастаймыз. Оған дейінгінің бәрін алып шығамыз. Міне мына жерден де тарап тұр. Мынаны аламыз. Жапырақ міне қалды. Жапырақ қалып жатыр. Мына жерде жапырақтың төменге қарай салбырап тұрған себебі, бұлар жерде жатқан кезде ол жапырақтар күнге қарап тұрған. Қазір енді дәл қазір бұны байлап шықтым мен. Енді ол күн шыққаннан кейін жапырақтар бұлай күнге қарай өздері бұрылады. Сол кезде мына жер толық жабылады. Мына жерде жапырақ жеткілікті, негізі мына жер ашық жер жоқ. Сондықтан да мынаның бәрін алып тастаймыз міне. Мынаны да аламыз. Одан кейін мынаны да аламыз міне. Мынаны да аламыз. Мына бір жылдықтан тараған қосалқы бұтақтардың бәрін алып шығамыз. Міне. Бұл жерде
бір-біріне кедергі жасамау керек. Күн жақсы түсетін болу керек. Мына бір жылдықтың бойындағы мына жапырақтарға күн жақсы түсетін болу қажет. Міне осылай жайылады бәрі. Жаңа ғана байланғандықтан бұлар әрі қарап тұр. Бұлар негізі былай қарап тұратын болады. Осылай жұмыстар, қосалқы өскен бұтақтарын осылай алып қоямыз. Әрбір бұтақпен солай төменнен бастап жоғары қарай осылай жұмыс істеп шығамыз. Келесі бұтақта да міне мынау көп жылдық, мына жерден тараған міне бірінші бұтақ бізге қажетті. Ана жол сұрақ болған, егерде мына бір жылдық бұтақтың бойында жеміс болса, ол келесі жылға жеміс бергенге жарамай қалмай ма, жетілмей қалмай ма деген. Жоқ, ешқандай да ондай болмайды. Міне жеміс тұр. Ал мына бұтақта жетіліп жатыр, тамаша жетіліп жатыр. Келесі жылға бұл жарайды, толықтай жарайды. Тек қана мына қосалқыларын алып тастауымыз керек. Міне. Мына сымнан асқанға дейін алдық, қалған жағын. Одан ар жағына біз тиіспейміз, болды. О жағы қалай өссе, солай өссін, болды. Бізге керегі өйткені мына жерге дейін кескен кезде, күзде мына жерден кесеміз, кейін мына бірінші бұтақ келесі жылы жеміс беруге қалады. Мынау биыл жеміс беріп тұр. Ал енді келесі жылы мынаның бойындағы мына бұта бүршіктер осылардан тағы да жеміс шығады. Жыл сайын осылай жаңара береді. Мынау келесі тағы да мынау екінші жеңінен шығып тұрған мына жерде мына бұтақ міне. Оның да мынандай қосалқылар болса жұлып қоямыз. Егерде әлсіз болса, жоғындап кеткен болса кесеміз. Секатормен былай. Міне. Осыны міне. Бұл да жерге құлап қалған себепті кішкене әлсізденіп қалған. Енді көтергеннен кейін бұл дамиды. Бұл жерде байлаудың бір себебі олар жақсы жетіледі. Екінші себебі бұлар мынандай күнге жайылып тұрған кезде фотосинтез жақсы алады. Сондықтан да бұлай жерге құлап жатқаннан бірінің үстіне бірі осылай жайылып, осылай қабырға сияқты, стена сияқты тұрған кезде олар фотосинтезді жақсы алады. Осылай өсірудің технологиясы да сонда, мына жерден тараған бұтақтардың өсу күші бірдей болады. Өйткені бүкіл бүршік бір деңгейде тұр. Бір уровеньде тұр, содан тараған бұтақтар, мына жерден өскен бұтақта, мына жақтан өскен бұтақтың да өсу күші бірдей болады. Ал енді мынаны тігінен жіберетін болсақ, мына көп жылдықты төменгі тараған бұтақтар әлсіз болады. Ал енді мына жоғары жақтан тарағандар күш алып, олар мықты өсіп кетеді. Сондықтан да осылай төменгі сымға байлаймыз, тараған бұтақтардың өсу күші бірдей болу үшін. Және де мынандай құлап қалған кезде оны көтеріп байлап қоямыз, сол кезде олар жақсы өседі, міне жақсы дамиды. Егерде мына бізге қажет бұтақты біз байламай қалсақ, жерге құлап қалған күйі қалдырып қойсақ, ол бізге келесі жылға жарамай қалады. Сондықтан да ең бірінші кезекте сол келесі жылға керекті мынау сияқты жас бұтақтарды біз бірінші кезекте байлауымыз қажет. Одан кейін барып қалғандары осы сияқты айқасқандарын алып тастасақ болады. Барлығы да сондай реттікпен жасалады. Мына жерде бізде абрикос пісейін деп тұр. Қараңыздар. О, тамаша. Енді бір аптадан мына абрикос дайын болайын деп тұр. Қандай тамаша ірілік, қандай жеміс. Жарайды, жүзімге оралайық. Келесі мына түпте де дәл солай мына жерден 5 жан-жаққа кеткен жең тарап тұр. 1, 2, 3, 4, 5. Ал енді осыдан көп жылдықтан тараған міне мынау біреу, екіншісі мынау, немесе мынау. Екеуі де жақсы дамып жатыр. Екеуін де қалдыра береміз көктемде. Ал енді күзде кескен кезде осыдан қайсысы жақсы, өзімізге ыңғайлысын қалдырамыз. Мынаны қалдырамыз міне. Төменгісі өте тамаша дамыған. Оның бойымен жоғары қарай сырғып көтерілеміз. Міне қосалқы бұтақ. Пасынка дейді орыстар. Алып тастаймыз. Мына қосалқы бұтақ. Бұны алып тастаймыз. Мына қосалқыны алып тастаймыз. Мына қосарланып кеткен міне. Алып тастаймыз. Жапыраққа тимейміз. Жапырақ бізге фотосинтезге қажет. Міне, мына жерде де қосалқы бұтақ бар. Мына тұрған міне. Жапырақпен екі ортадан өсетін бұтақ. Осыны алып тастаймыз. Егерде бұл қосалқы бұтақты алмасақ, мына түбіндегі келесі жылға салынып жатқан мына гүлдік бүршік дамымай қалады. Сондықтан да мынаны алып тастаймыз. Ал енді кейбір жағдайда мына жерде
жапырақ аз, мына жерде толтыру қажет болуы мүмкін. Сол кезде мынандай бір ғана жапырақ қалдырып, осылай қалдырып қойсақ болады. Сол кезде мына жапырақ та үлкейеді, содан кейін мына ашық жерді толтырады, ол да фотосинтезге көмектеседі. Мынау негізгі бұтақ, одан кейін екінші мынау бұтақ үлкей. Мынау бірінші негізгі жапырақ, қосымша мына жапырақ, ол да үлкейіп фотосинтезге көмектеседі. Осы әдіс, мына келесі бұтақпен төменге қарай түссек болады. Қосалқыларын бәрін алып шығамыз. Міне өте қатты өсіп жатыр. Егерде бұларды алмасақ, мына бізге қажет, мынау бұтақ жақсы дамымай қалады. Мынаның күшінің жартысын мына бұтақ алып кетеді. Сондықтан да оны кесеміз, мынау жақсы даму керек. Барынша витаминдік азықтық элементтер осының бойында қалыптасу керек. Бүршік жақсы жетілу керек. Сол кезде келесі жылы бізде жеміс жақсы болады. Мына жерде де қосалқы бар, алып тастаймыз. Әрбір бұтақпен солай жұмыс істейміз. Төменнен жоғары қарай әрбір сабақты солай төмен қарай жүріп отырамыз. Міне қабырға сияқты осылай өсіп жатыр. Одан ары қарай ана үш жағын біз кедергі жасап жатса кесіп тастасақ болады, немесе бір-біріне құлатып солай үсті жақта тұра береді. Үсті жағы бізге маңызды емес. Төменнен бастап мына адам бойына дейінгі жер, бізге осы жерге дейінгі әрбір қосалқы бұтақтарды біз осылай кесіп шығамыз. Ал енді байлап үлгермеген, байланбаған жағын көрсетейін сіздерге. Мына жер әлі байланған жоқ. Қараңыздар. Мына бұтақтар жан-жаққа қарай қисайып жатыр. Бұлай қисайған сайын бұның өсу күші әлсірей береді. Сондықтан да бұның дамуы әлсірейді, дамуы артта қалады. Ал енді мынаны бұлай көтеріп байлап қойған кезде ол жақсы дамып жетіледі. Қарасаңыздар, міне жемістер тола, міне бірінші сым мен екінші сымның арасында жемістер. Бұл жерінде бұтақтарын осылай көтереміз, байлаймыз, ретке келтіреміз. Сол кезде жетілуі жақсы болады. Және де келесі жылға жеміс беретін бұтақтарын таңдап, соларды бірінші кезекте байлаймыз.